Ақтоғай ауданында спорт саласы қарқынды дамып келеді. Сарытерек ауылында көп салалы хоккей кортының салтанатты ашылуы өтті. Ауыл тұрғындары спорт нысанын қыста да жазда да пайдалана алады. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Сарытерек ауылының тұрғындары үшін көп салалы спорт кортының ашылуы нағыз мерекеге айналды. Ашылу салтанатында патриоттық әндер орындалды. Спорт саласының өкілдері ақсақалдар мен Ақтоғай ауданы әкімінің міндетін атқарушы Жарылқаған Тілеубеков ауыл тұрғындары жаңа спорттық алаңның ашылуымен құттықтады. Өзімізді өте жақсы бастама көтеріп өшірді. Мынау жақсы хоккейный площадка мен футболный площадканы тұрғызып, соны мерекесін тойлап жатырмыз. Енді мына балалар енді мерекелерің мен şu балаларға айтарым, осы площадканы жақсылап ұстап, жақсы осылай хоккейный анау барыс командасында хоккейші болдыңдар. Енді біздің ауылымызда мен хоккейді өзім жақсы көрем. Шараға тұрғындар, спортшылар мен мектеп оқушылары қатысты. Серік Амралин жергілікті футбол құрамасына спорттық формаларды сыйға тартты. Осындай сыйлыққа ие болғандардың бірі спортшы Ерғазы Төлеутайұлы. Ол алаңның сапалы түрде салынғанына қуанышты. Бүгін ауылымызда корт ашылды. Қыста хоккей ойнаймыз, жазда футбол ойнаймыз. Біз осы мақсатпен өзіміздің ауылымыз спортқа бір қадам жақындады деп ойлаймын. Енді әр қарай да өзіміздің спорттарымызды дамыта береміз. Енді волейболный корт ашылса деп ойлаймын. Біздің ауылымыз волейболдан негізі жақсы дамыған. Бірақ енді футболда жақсы дамытамыз деген ойдамын. Сарытерек ауылының тұрғындары түрлі спорттық шараларда белсенді. Волейболдан жеткен жетістіктері жетерлік. Қазіргі таңда жергілікті халық жаңа алаңның арқасында футбол және хоккей ойнауға мүмкіндік алып отыр. Осы хоккей, көп салалы хоккей корты деп аталады, осы көріп тұрғандарыңыздар. Осы 17 миллион қаражат бөлініп аудандық бюджеттен осы қолға алынған болатын. Бүгінгі күні таңы да жұмыс аяқталып толығымен бүгін ашу үстіндеміз осыны. Қазір енді балалардың, ауыл жастарының қуанышында шегі жоқ. Осы енді ауылымыздың бұқаралық спорт дамыту мақсатында салынып жатыр. Енді бұл жақсы істер, әрі қарай игілік істер жалғасын табады деп ойлаймыз. Нысан құрылысына облыс қазынасынан 17 миллион теңге қаражат жұмсалған. Әділ Тілетайұлы, Арғын Әбдікәрімов, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы.